Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кафедегідей өте дәмді оригинал пиццаның рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен жылы су және де тұз, дрожж қажет. Барлығын осылай толықты араластырып ертіп аламыз. Және де құмшекерімізді салып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоясыздар. Енді бізге ұн қажет. Осылай ортасын ашып аласыздар. Енді суымызды құйып, және де сұйық майымызды құямыз. Оливковый масла болмаса күнбағыс майын қоса берсеңіздер болады. Осылай жақсылап араластырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Бізде жұмсақ тесто шығады, артық ұн қоспайсыздар. Бізде осындай өте әдемі жұмсақ тесто шықты. Енді пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша соус дайындайтын боламыз. Бізге 2 помидор және де ыстық қайнаған су қажет. Осылай бетін жауып 10-15 минутқа қоясыздар. Бізге осындай орегано деген приправа және де чеснок, тәтті қызылбұрыш қажет. Чеснокты теркадан немесе осылай өте майда етіп турап алыңыздар. Чеснок өте ерекше дәм береді, міндетті түрде қосу қажет. Біздің тестамыз дайын. Осылай 2-ге бөліп, бетіне сұйық май жағып қойып қоясыздар. Тағы да кішкене көтерілу қажет. Біздің помидорымыз дайын болды. Осылай сырты өте оңай ашылады. Барлық қабығын алып тастайсыздар. Бізге тек қана ішкі бөлігі қажет. Теркадан майда етіп, немесе блендермен жақсылап езіп аласыздар. Помидорымыз дайын. Енді майымызды қыздырып алатын боламыз. Бізге 3 ас қасық май қажет. Көп май қоспаңыздар. Чесногымызды және де орегано приправасын қосып, бір минуттай қуырып, тұз және де тәтті қызылбұрышымыз қосатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырдым. Артық қоспайсыздар. Өте дәмді шығады. Бір араластырып, енді қойып қоясыздар суытып. Біздің соусымыз дайын. Өте керемет дәмді болып шықты. Орегано приправаның иісі өте керемет. Біздің тестамыз да дайын болып қалды. Осылай қолмен жайып, айналдырып алсаңыздар, немесе мен сияқты оқтаумен жайсаңыздар да болады. Өте жұқа етіп жаясыздар. Осылай біздің соусымыз ағып кетпеу үшін және де шеті кішкене қалыңдау болу үшін осылай айналдырып, шетін дайындап аласыздар. Дайын соусымызды осылай бетіне құйып шығасыздар. 3 ас қасықтан осылай бөліп 2 пиццаға. Біздің тестадан осылай 2 пицца шығады. Мен осындай эмир сыр және де халал колбаса қолдандым. Міндетті түрде жақсы еритін сыр және де халал колбаса қолданыңыздар. Сырымызды үккіштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Колбасаларымыз осылай өте жұқа етіп турап аласыздар. Енді сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Аз болғасын тағы да қостым. Сырын көп қоссаңыздар өте дәмді шығады. Енді бетіне колбасаларымызды қойып шығатын боламыз. Біздің пиццаларымыз дайын. Енді пешті 280 градусқа қыздырып аласыздар. Міндетті түрде 7-8 минут пісіресіздер, одан артық пісірмейсіздер. Біздің сырымыз осылай еріп, өте әдемі болып тұру қажет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.
менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Біздің пиццамыз өте керемет шықты. Баршаңызға ас болсын.